Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода ашытқысыз пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ және өте жұқа болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамызды аламыз, оны жақсылап араластырамыз. Яғни бұл жерде ақ уызы мен сары уызы араласуы үшін. Қатты араластырып қажет емес. Араластырып болғаннан кейін 100 мл сүтімізді және де 100 мл жылы суымызды құямыз. Тек сумен де немесе тек сүтпен де жасасаңыздар болады. Бұл жерде қатты маңызды емес. Екеуімен де жақсылап араластырып аламыз және осыған сұйық майымызды құямыз. Сұйық майдан кейін 1 шай қасық тұз және сода, уксус салып, осы жерде реакция жүреді, көпіруі тиіс. Онымен жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін 1 шай қасық қант салсаңыздар болады, яғни дрожжінің дәмі қатты шықпас үшін. Жақсылап араластырамыз және біртіндеп ұнымызды сала бастаймыз. Барлығын жақсылап араластырамыз да жұмсақ қамыр илейміз. Қатты илеп қажет емес. Қамырдың июі қануы үшін 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоясыздар. Ал оған дейін салмасына кірісе берсеңіздер болады. 15 минут тұрды. Енді осыны 2 немесе 3 бөлікке бөлеміз. Бірнеше бөлікке бөлеміз. Яғни менде 3 бөлік шықты. Қалаларыңызша 2, үлкен болса 2, немесе орташа болса 3 бөлікке бөлесіздер. Осыны 2-3 минутқа да қойып қоямыз. Яғни жайғанда оңай болуы үшін. Енді бір қамырымызды алып, жақсылап жаямыз. Домалақ формаға келтіргеннен кейін мен шетіне осындай узор секілді жасадым, бірақ бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді осыны табамызға алып саламыз. Сіздер бірден табада жасай салсаңыздар болады. Ал енді қамырымызды жақсылап табаның бетіне біркелкі болғанша жайып шығамыз. Егер қамыр қатты жабысып жатқан болса, кішкене ұн сеуіп жайып жіберсеңіздер болады. Енді соусына кірісеміз. Ол жерде менде соевый соус, кетчуп және де чеснок. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Соусымызды қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Одан кейін салмасына кірісеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген нәрсені қолдансаңыздар болады. Менде кетчуп және де тұздалған огурцы және де сыр. Өздеріңіздің қалауларыңызша орналастырасыздар. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және ең соңғы кезекте біздің ірімшігімізді себеміз. Және де осыны 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-40 минут аралығында пісіреміз. Міне осымен біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұқа және де өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет. Кәдімгі ашытқымен жасалған пицца секілді. Өте жұқа болып шығады, жасап көріңіздер. Достар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Төменде тұрған қызыл батырманы бассаңыздар, қоңырауша шығады, яғни колокольчик. Соны басқаннан кейін все дегенді таңдап қойыңыздар. Плейлист бөліміне кірсеңіздер, өте көп тәттілердің түрлері бар.